Сәлем достар. Бүгін сіздерге страховка, яғни сақтандыру, кредит алған кезде ұстайтын сақтандыру ақшасын қайтаруға бола ма, қайтаруға болмай ма, қай банктен қандай сақтандыру компаниясы ұстайды, сол жайлы айтылатын боламын. Видеоның соңына дейін қарап, мені қолдап тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Видеоның соңында өте жақсы инсайтпен бөлісетін боламын. Ал енді видеоны бастайық. Банк бұл жайлы айтпайды дейміз. Негізі кейбір банктер айтады, кейбіреулері айтпайды. Сақтандыру дегеніміз, яғни кредит алғаныңызға, кредит аласыз ғой, наличка немесе машинаның кредиті болады. Автокредит дейміз. Автокредит алған кезде машинаны сақтандыруға ұстап қалады ақша. Мысалға, машинада енді көп ұстайды. 300 мың, 400, 500 мыңға дейін кете береді қанша сақтандыру компаниясы. Ал наличка кредит алған кезде адамды сақтандыру деп алады. Жаңағы наличка кредит аламыз ғой, 2 миллион, 3 миллион мысалға. Сол кезде де 100 мың, 200 мың сақтандыруға деп ұстап қалады. Сол ақшаны ерікті сақтандыру, яғни өздеріңіздің еркіңізден тыс болып тұрғандықтан сол сақтандыру компаниясына өтініш жазып, арыз жазып, сол ақшаларыңызды қайтарып алсаңыздар болады. Бүгін сол осы сабақта қай банк қандай сақтандырумен жұмыс жасайды, оны қалай қайтаруға болады, қайтаруға бола ма, болмай ма деген сияқты сұрақтарға толық жауап беретін боламын. Ең алдымен сақтандыруды кредит алғаннан кейін 14 күн өтпей жатып өтініш беріп алсақ болады, 14 күннен кейін болмайды. Және кредитті досрочно жабу дейміз ғой, кредитіңіздің уақыты бітпеген, бірақ толық сумасын жапқан кезде осы сақтандыруға өтініш жазып, қалған ақшасын қайтарып алуға болады. Ал енді бастайық. Ең бірінші Халық банк, мына жерде тұр, банктер және страхование компания деп тұр. Банктер ең бірінші Халық банк, өзіміздің Народный банк. Народный банк осы 3 страхование компания бойынша жұмыс жасайды. Ол Халық Лайф, Европейская және КМ Лайф. Сақтандыру сіздерге Халық Лайфтан, Халық банктен кредит алған кезде сақтандыру компанияларын ұсынуы мүмкін. Қай сақтандыру компаниясымен ұстайық. Немесе ұсынбаса да өздеріңіз айтуларыңыз керек. Мені қандай сақтандырумен ұстап жатсың деген сияқты сұрау керек. Өйткені Халық Лайф деген, мына жерде тұр, Халық Лайф сақтандыру компаниясы ұстаса, бұл ақша ешқашан қайтпайды. Бұл сақтандыру компаниясы мүлдем ақшаны қайтармайды. Екінші, Европейская және КМ Лайф. Бұл екеуінен де қайтаруға болады. Страхование компания, яғни ұстаса, Халық банктен кредит алдыңыз, мысалға делік 2 миллион алдыңыз. 2 миллионның дым болмағанда бір 200 мыңын, 150 мыңдайын ұстап қалу мүмкін страхование компания. Енді сол ақшаны, негізі оның сіздерге ешқандай да пайдасы жоқ. Оны ұстап қалғаннан просто өздері алып қалады. Адамды сақтандыру дейді, оның бірақ шынын айтқанда ешқандай пайдасы жоқ сіздерге. Одан да оны қайтарып алған дұрыс. Сол Халық банктен алған кезде сұрауларыңыз керек, қандай компания ұстап жатыр менің кредитімді. Сол кезде мысалы Халық Лайф деген ұстаса, ешқашан қайтпайды. Соны бірінші білейік. Ол тек андай досрочно жапқан кезде ғана қайтады ақша ше. Мына компаниялар Европейская мен КМ Лайф алғаннан кейін 14 күн толмастан арыз жазсаңыздар, сол кезде сіздердің ақшаларыңыз қайтарып береді. Бір 5-10 жұмыс күнің ішінде қайтарып береді. Европейская онлайн, бірден айта өтейін. Европейская онлайн кәдімгі Gmail почта арқылы жүзеге асады. Онлайн қайтара беруге болады. КМ Лайфта сондай онлайн қайтара беруге болады. Және Береке банк, екінші Береке банкке келдік. Береке банктен де кредит алдыңыз делік. Береке банктен де сонда 2 миллион, 3 миллион, 1 миллион қанша кредит алсаңыз да, страхование компания Nomad Life'тен ұстайды бұдан да. Ұстайды. 2 миллионға, мысалға, менде клиенттер болған, 2 миллионға 140 мың ба ұстаған Nomad Life. Соны біз қайтардық. Мысалы, қайтарып алуыңызға болады. Ешқандай да қорқудың керек жоқ. Немесе маған қайтан артымнан жіберіп тұрмай ма, онда ештеңке болмайды. Адамның өзінің еркі бойынша қайтаратын страхование компания заңды түрде ештеңеден қорқудың қажеті жоқ. Мысалы, Береке банк, Nomad Life айтып отқандай, Nomad Life. Nomad Life деген бұл офлайн жұмыс жасайды. Шаблон қолыңызға, біз мысалға қолыңызға шаблон толтырып, удостоверениемен
барсаңыз болады. Nomad Life-тың кез келген өзіңіз қай жерде тұрасыз, сол өзіңізге жақын кез келген офисына барсаңыз, өздері сөйлесіп офлайн қайтарады. Бұл да сол 10-15 жұмыс күннің ішінде қайтарады. Қайтпай жатса, негізі барлық страхование компанияда да звондау керек. Операторларға бір звондасаңыздар, ол ары қарай іс жүреді деген сөз. Арасында енді сондай болып жатса қайтады. Негізі, мысалға, кеше менде бір клиент болған, мысалы, Европеянан бір клиент болған, ол 2 күнде қайтты деген сияқты ғой. Қайтады, ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Nomad Life айтып өттім, офлайн компанияның өзіне бару керек. Және Homebank. Homebank-тан да кредит. Және Homebank, жаңа айтып өткендей, Homebank-та да европейская ұстайды. Жаңа халық банкте айтып өтті ме, европейская онлайн қайтаруға болады міндетті түрде. Және Евразийский банк. Бұда да СК Евразия және КСЖ Евразия деген страхование компаниялар ұстайды. Бұларды да қайтаруға болады онлайн. Қалғандарын тез айтып өтейін. Мысалы, банк центр кредит көп қолданамыз. BCC Life және Sino Азия. Бұлар мен ішінара жұмыс істеп көрдім деп айта алмаймын, бірақ жұмыс істесе қайтуы мүмкін. Freedom Bank, Freedom Life ұстайды, қайтады, онлайн қайтады. Және РБК комиссия ұстайды. Бұдан Каспий банкта мүлдем жоқ. Страхование компания ұстамайды Каспий. Сольвада Freedom Life және көп займдардың көбісі Freedom Life және Nomad Life ұстайды. Freedom Life онлайн түрде қайтады. Және тез қайтады, өте жақсы қайтарады. Және займдардың көбісі Nomad Life және Freedom. Nomad Life жаңа айтқандай офлайн, өзіңізге жақын кез келген неге барсаңыз болады. Жақын кез келген компаниясына барсаңыз болады. Видео пайдалы болса, лайк басып, қолдап, пікір жазып кетіңіздер. Және кредит алғанда біліңіздер, өздеріңіздің құқыларыңызды біліңіздер. Менің немді, ақшамды қандай страховка ұстап жатыр, сұраңыздар міндетті түрде. Кредитті жапқан кезде де, досрочно жапқан кезде де сұраңыздар. Және договор береді ғой сіздерге, мысалы, кредит алған кезде қолдарыңызға договор береді. Сол договорды міндетті түрде жоғалтпай қарап, оқып шығыңыздар. Сол жерде бәрі жазылып тұрады. Мысалы, қандай компания ұстады, қанша ұстады деген сияқты. Европеян деген бар, мысалға, ол Homebank. Home ұстаған кезде европейская не қылады? Тек телефон арқылы да, WhatsApp арқылы жазасыз. Өте оңай. Homebank-тен кредит алсаңыз, WhatsApp арқылы жазып, операторлармен сөйлесіп қайтаруға болады. Мысалы, 2 күнде. Nomad Life-та сондай тез қайтатын нелер жоқ. 5 күнде. Кредит алған кезде де ойлану керек та, қандай банктен алып тұрмын, оның несін ертең қайтара аламын ба. Мысалы, халық банкте де көбінде халық Life-тан ұстатқызады өздері компания. Екеу бір-бірімен кәдімгі бір-бірінің толықтырып отыратын компанияда. Сол үшін мыналар таңдауды сұрау керек, өзіңіздің нелеріңізді, құқықтарыңызды міндетті түрде біліп жүріңіздер. Осындай және басқа да кез келген банкты білгіңіз келсе, комментарийға жазып сұрап, осындай банктен кредит алдым, қалай алсам болады, немесе қайтаруға көмектесесіз ба десеңіз, шаблондары бар. Мен сіздерге міндетті түрде көмектесетін боламын. Пікірге жазып қолдап кетіңіздер, лайк басыңыздар. Менің видеом пайдалы болса, міндетті түрде лайк басып, қолдап тіркеліп кетіңіздер.